Ассалаумағалейкум. Бұл тас кран шекаралық белгісі деген ескерткіш Исатай ауданы Аққыстау ауылының қасында. Көрініп тұрған Аққыстаудан шамамен 1-2 километр жерде. Бұл кезіндегі Бөкей ордасы мен Орал казактарының шекаралық белгісі ретінде салынған, жалпы шекараны бөліп тұру үшін. Тас кран шекаралық тарихи белгісі Исатай ауданы Аққыстау селосынан оңтүстік батысқа 2 шақырым. 1870 жылдардың басында Самантас пен Қамыстан тұрғызылған дейді. Орал өңірі өз алдына облыс болып, Орынбор губерниясынан бөлініп, Астрахань губерниясының құрамына өткенде екі губернияның арасын бөліп тұрған шекаралық белгі болған дейді. Бұл тас кранның салу кезінде Мақаш әкімнің тапсырмасымен болғандығы айтылып жүр. Бұның іші деген қуыс емес, соламаймен бүтініне. Енді мына жерде 18 ғасыр деп жазған екен. Шені қателеу шығар. 19 ғасыр 1868-1870 жылдары салынған дейді ғой енді. Бұл сонымен қатар балықшыларға жол бағыт көрсететін маяк қызметін атқарған. Үстінде ана маяктың белгісі бар. Мына жақта жалпы Каспий теңізі осы бағытында. Мына төменгі жағы ой екенін байқалады, жалпы теңіз орын екенін біліп тұр. Теңіз осы жерге дейін келген ғой, сонда балықшылар тас кранның қарап бағыттарды анықтайтын болған ғой. Енді бұл кезінде жанып тұрды ма, жанбай тұрды ма білмеймін. Енді мына жерде ағаш маяктың бұл белгісі бар. Бұның құрылысын жалпы салуда Айып қажы Бекенұлына тапсырған деп, сол кісі қаржыландырған деп айтылады. Жалпы Мақаш әкімнің тапсырмасымен Айып қажының өзі беріш жайғыруынан Мақаш әкім Шеркештен ғой. Ол кісі Мақаш әкім Құрманғазы ауданы Құрманғазы ауылына жақын жерде бейіт, сол жерде жерленген. Ал Айып қажының жерленген жері Инжир ауданы Нарынғұмда Тума деген жерде. Ол жерде кезінде болды. Айып қажының құлпытасын оқыдық, сол жерде құлпытасы бар. Сол жерде кезінде мешіт болған, кейін мектеп салған. Сол мектеп салудың өзінің бір тарихы бар. Жалпы кезінде Мақаш пен Бекен екеуі бірге барып орыс патшасына барғанда Айып қажы қызғылт көзге ілінетіндей бір шапан киіп барды дейді ғой. Содан патша шақырып, қандай бұйымтайың бар деп, қандай нең бар деп сұрайды. Сол кезде арнайы сыйлығын ұсынып, Айып қажы сол мектеп салуға сол жерден рұқсат алып, сол Тумада бала оқытқан екен Айып қажы. Қазір Инжир ауданы Өрлік ауылындағы мешіттің аты сол Айып қажының атына берілген. Атырау Құрманғазы трассасына жақын жерде, жол етегінде жергілікті халық біледі ғой мұны. Тас кран деген осы. Қателеспесем, мұндай біздің Қазақстанда дәл осындай белгі, осындай мақсатта салынған осындай белгі жоқ сияқты, қателеспесем. Бір 2-3 жыл турасында қалпына келтірілген, қабырғалары мүжіліп қалған еді, қоршап деген сияқты айналасын.